Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз осындай өте әдемі және дәмді болып шығатын салат жасаймыз. Ол үшін тауықтың төс етін осылай кубиктап сақтап турап аламыз. Асылған картопты теркадан өткіземіз. Асылған жұмыртқаны сарысын бөлек, ағын бөлек теркадан өткіземіз. Қызылшамызды асылған осылай бетін сәндеуге жұқалап турап аламыз. Қалған қызылшаны теркадан өткіземіз. Ең алдымен ыдысымызға бір картопты саламыз. Майонезден сетка жасаймыз. Қызылшаның жартысын саламыз. Тұз себеміз. Майонезден сетка жасаймыз. Тағы картоптың жартысын саламыз. Тұздап майонез саламыз. Қызылшаның жартысын саламыз. Тауығымызды саламыз. Осылай жан-жағын әдемі болып тұру үшін тегістеп аламыз. Жұмыртқаның сарысын тұздап, майонез салып, үстіне жұмыртқаның ағын саламыз. Содан кейін жаңағы қызылшаларымызды бетіне осылай қойып шығамыз. Ең бетіне қуырылған мак себеміз. Өте дәмді және әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.